Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Сіздермен әдеттегідей Фариза асханасы. Бүгін сіздермен құрамы өте қарапайым, үлкен жанұяларға арналған, шоколад қосылған өте дәмді пирог дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, менің арнама жазылып алыңыздар. Біз сімлях деп ең алдымен алдын ала електен өткізілген ұнымыздың үстіне қамыр қосқыш және какаоны салып жақсылап араластырамыз. Осы құрғақ заттармен бірге қантты да бірге араластырсаңыздар болады. Сұйық май, жұмыртқа және айранды салып, барлығы біркелкі масса болғанша құрамындағы қант ерігенше жақсылап араластырамыз. Мінекей массамыз осындай сұйықтықта болады. Ең соңында 1 қасық 9% сірке суын құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Мінекей осымен біздің массамыз дайын болды. Алдын ала дайындап қойған протеинімізге салып, жақсылап лопатканың көмегімен тегістеп жайғастырып аламыз. Осы пирогқа қажетті заттардың мөлшерін осы видеоның астында описание бөліміне жазып қалдырамын. Сіздерде қарап жасасаңыздар болады. Өте оңай жасалады. Құрам өте қарапайым және ешқандай миксерді қажет етпейді. Массамызды салып жақсылап жайғастырып алғаннан кейін 160-170 градус қызып тұрған пеште 35-40 минуттың көлемінде пісіріп аламыз. Енді осы аралықта бетіне ганаш дайындайтын боламыз. Кондитерский капля шоколадтың үстіне кішкене сұйық май құйып, жақсылап араластырып, осындай шоколад дайындап аламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай біздің пирогымыз өте әдем болып пісіп шықты. Оның піскен-піспеген осындай ағаш таяқшаның көмегімен тексереміз. Ағаш таяқшамызды шығарғанда құрғақ болса, біздің пирогымыз пісті деген сөз. Енді осы видеода көрсетілгендей етіп, ағаш таяқшаның көмегімен пирогтарымыздың барлық жерін кесіп шығамыз. Сонда біздің ганашымызды бетіне құйғаннан кейін пирогтың ортасына дейін жақсы сіңіп, өте әдемі, дәмді болып шығатын болады. Ганашымыздың барлығын құйып алып, барлық жеріне бір тегіс етіп жайып шығамыз. Мінекей ганашымызды бір тегіс етіп барлық жеріне жағып шықтық. Енді осы ганашымыз қатпай тұрған кезде өз қалауыңыз бойынша кез келген дәндердің түрін осылай ұсақтап сеуіп шықсаңыздар болады. Мен ұсақталған грек жаңғағын пайдаландым. Мінекей бізде осындай өте әдемі тәбеташар пирог пайда болады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Әсіресе үлкен отбасыларға өте таптырмас пирогтардың бірі деп ойлаймын. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі жұмсақ кесіліп жатыр. Осы шоколадты ганашты жаққаннан кейін міндетті түрде холодильникке қойсаңыздар, бетіндегі шоколады қатып кесуге өте ыңғайлы болады. Мына жерде мен сіздерге бірден кесіп көрсетіп жатырмын. Қыздар, арнамда бұдан да көптеген пайдалы рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Менің арнамды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сонда менің салған видеоларым бірінші болып сіздерге хабарлап отыратын болады. Сіздермен болған Фариза. Егер де менің видео рецептім ұнаған болса, лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыз. Және де осы видеоның астына комментарий бөліміне өз пікіріңізді жазып қалдырсаңыз да болады. Келесі видеода қандай видео рецепт шығаратынымды да жазып қалдырсаңыздар болады.